Сәлем достар, бүгін біз кішкентай балаларға арнап, осындай кішкентай әрі дәмді торт жасаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, осылай көпіргенше араластырамыз. Және оған қопсытқыш, ұнымызды және ванильный сахарымызды салып араластырып аламыз. Тәтті болсын десеңіз, сгущенка қосуыңызға болады. Духовқа 180 градусқа 20-25 минутқа қоямын. Менде осындай дүкеннің дайын кремі, оны тек миксерлесеңіз болды, өзі кремге айналады, қоюланады. Кексті осылай өзімнің өлшемімен 3-ке бөліп қиып аламын. Кексімізге кремді молдап өтіп жағып, жинай береміз. Мен осылай 4 қабат етіп жинадым. Қалауларыңыз бойынша әшекейлеуге болады.